Бүгінде Қазақстанның ауыл шаруашылығының ахуалы нешік? Азық-түлік мәселесі қалай шешілуде? Жаһандық нарықтың талабы не? Аймақтағы жағдай қалай? Талдау, трендтер, болашақ. Отандық агроөнеркәсіп кешенінің бүгіні мен ертеңі. Еліміздегі ең соңғы агро жаңалықтар AgroLife бағдарламасында. Әлемдік сарапшылардың есебінше агроөнеркәсіптік кешен экономиканың ең тәуекел саласының бірі. Бұған ауа райынан бастап түрлі себеп бар. Сол себепті агросектор әрдайым мемлекеттің қолдауын қажет етеді. Армысыздар, бұл AgroLife бағдарламасы. Бүгінгі хабарда аграрлық салаға несие берудің тиімділігі, рөлі, кемшін тұстар және жаңа тетіктер жайлы айтамыз. Әлемде ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың деңгейі жоғары әрі үнемі артып отырғанын халықаралық тәжірибе көрсетіп отыр. Дамыған елдерде жеңілдетілген несие беру жүйесі кең таралған. Пайыздық мөлшерлеме ішінара бюджет қаражатынан өтеледі. Дегенмен, шет елдердің ауыл шаруашылығындағы несиенің басым бөлігі кепілге мүлік қою арқылы беріледі. Ирландияда халықтың 70% несие одағына мүше. Әрі банк холдингі сияқты банктерді құрайтын жүйенің барлығы кооперативке негізделген. Яғни кезінде олар шағын несие одақтары болған. Кейін олар осындай ірі әрі табысты бірлестікке айналған. Еуразиялық экономикалық қауымдастық елдер арасында ауыл шаруашылығы саласын несиелеудің үлгісі бірдей. Лизинг, сақтандыру, несие бөлу. Бұлайша айтқанда айтарлықтай айырмашылық жоқ дейді мамандар. Десе де, Ресейдегі агронесиенің бір тәсілі назар аударуға тұрарлық. Заңнама рұқсат бергендіктен Ресейдегі несие одақтары өздерінің мүшелерінің жинақ ақшасын пайдалана алады. Оларда несие беретін аграрлық корпорация жоқ. Олар бір мүшенің ақшасын басқа адамды қаржыландыруға пайдаланады. Бұл қызметті реттеу сияқты қатаң шектеулер қояды. Есесіне ешкімге тәуелді емес, өздерінің қаржысы бар. Отандық агроөнеркәсіп кешенін қаржыландыруда ең әуелі ойға елдің несие беру нарығында 90% үлесті алатын аграрлық несие корпорациясы оралады. Қазақстанда 200 мыңнан астам шаруа қожалық бар. Соның 76 мыңы осы ұйымнан қарыз алған. Бұл лизингтік компания шағын несие ұйымы, қаржы институтын қорландыру арқылы жұмыс істейді. Міне, дәл осы жүйені енгізуде бізде Германияның тәжірибесі басшылыққа алынған. Қазақстанның ставкасы жаңағындай да ең төмен бізде шығар. Әлем болғанда әлемден айта алмаймын. Бірақ енді Россияға салыстырғанда кеше, допустим, семинардың өзінде де былай қарап отырсақ, Россияның өзі 9,5, 11-12%-ға дейін несие беріледі. А біз 6-7%-бен, 5%-бен беріп жатырмыз. Ең бастысы, пандемия кезінде де салаға бөлінетін қаржының көлемі сақталды. Керісінше, макроэкономикалық ахуал инфляцияның деңгейінің өзгеруімен көктемгі егіс науқанына қажетті несиеге сұраныс 2 есеге артты. Бұрын корпорацияда ауыл шаруашылық техникасын алдын ала төлемсіз алуға болатын бағдарлама болған. Шаруалар осыны қайтадан жандандыруды сұрап отыр. Біз мұны іске асырамыз. Екіншіден, қарыз көлемі артқасын, соған сәйкес талаптар да күшейеді. Үшіншіден, өтінімді қарау, қол қою, қарыз беру жылдамдату үшін автоматтандыруды енгіземіз. Геосаяси, макроэкономикалық ахуал мен шаруаға қажетті материалдың қымбаттауына байланысты көктемгі егіс науқанына қаржы биыл 2 есе көп бөлінді. Жылда 70 миллиард теңге болатын. Осы жылы 140 миллиард теңгеге жетті. Алайда мамандар бәрібір несиелеу сомасының аздығын айтады. Осы жылы ауыл шаруашылығы саласына 400 миллиард теңге бөлінген екен. Бүгінге дейін соның 240 миллиард теңгесі беріліпті. Сарапшылардың пікірінше, салаға 1 триллион теңге қаржы қажет.
агронесиелеуде дамыған елдердің тәжірибесін басшылыққа алу керек деп ойлаймын. Себебі оларда агроөндіріске деген жеңілдетілген пайыздар көзделген. Ол бір. Екіншіден, олардың кепілдікке қоятын мүліктері басқа бағамен бағаланады. Қазақстанда бүгінде 206 несие серіктестігі бар. Аграрлық салаға бөлінген несиенің 40%-нан астамы дәл осы қаржы ұйымы арқылы беріледі екен. Яғни әрбір үшінші шаруа несиені осы ұйымнан алады. Бұл ұйымның агронесиелеуде тигізер тағы қандай пайдасы бар? Бұл Ақтауда өткен республикалық несие серіктестіктердің 4-ші форумында талқыға түсті. Несие серіктестіктері елдегі ең ірі қаржы ұйымының 3 бағдарламасы бойынша несие беріп отыр. Қазір еліміздегі бұл институт өңірлерді 98%-ға қамтып отыр. Мамандар бұл жеткілікті деп санайды. Алайда шағын қаржы институтының дамуын тұсаулаған факторлар да жоқ емес. Кредитное товарищество. Бүгінде несие серіктестігінде аграрлық несие серіктестігі сынды бір ғана қаржы көзі бар. Қазір біз бағдарламаны көбейтіп, тек ауыл шаруашылығын ғана емес, ауылдағы шағын және орта бизнесті де қамту үшін несие серіктестерін қорландыратын қосымша қаржы іздеп жатырмыз. Субъектов малого среднего бизнеса населения. Ақтауда өткен форумда Қазақстандағы ірі несие ұйымы биыл несие серіктестіктерін қаржыландыру көлемін арттырғанын айтты. Былтыр 110 миллиард теңге бөлініп, 6,5 мың шаруа қожалығы жеңілдетілген несие алған еді. Осы жылы қаржы 18%-ға артып, 130 миллиард теңгеге жетті. Бүгінгі енді біраз фермерлердің мүліктері осы банктарда бізде кепілдікте тұрған нәрсе. Фермерлердің бір өздерін басқа тағы да бір кепілдікке қойып, тағы да несие алатындай кейбіреулердің жағдайлары жоқ. Содан біз осы жерде бізде фонд гарантирования даму деген бар емес па? Сол даму арқылы біз сол дамудың кепілдігін алғымыз келіп отыр да. Маңғыстау облысында 725 мың адам тұрады. Өңір халқы жылына орта есеппен 11,5 мың тонна тауық етін тұтынады екен. Мұның тең жартысы еліміздің аймақтары мен алыс жақын шетелден тасымалданады. Ал қалғанын Ақтаудың іргесінде орналасқан құс етін өндіретін фабрика өтеп отыр. 16 құсханадан тұратын бірегей инвестициялық жоба импортқа деген тәуелділікті 2 есеге азайтты. Құс етін өндіретін бұл фабрика Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында орналасқан. Құны 6 миллиард теңгеден асады. 4 миллиард теңгеден астамын несиеге алған. Былтыр ашылған өндіріс жылына 5 мың тонна құс етін өндіре алады. Әзірге толық қуатына шықпаған. 80%-ға жұмыс істеп тұр. Біздер айына 170-180 мың соямыз. Тауық соямыз. Бұлай енді етін есептегенде салмағына айына 270-280 тоннаға шығады. Біз осы етті таратқанда Ақтау, Ақтөбе, Орал, осы Маңғыстаудың ішіне күлі сойып таратамыз. Мұндай инвестициялық жобалар Маңғыстау облысына ауадай қажет. Қазір аймақтағы жалғыз құс фабрикасының өніміне сұраныс артқан. Су тапшы, климаты қатал өңірде азық-түліктің дені сырттан тасымалданады. Мемлекеттің қаржылай қолдауы осы олқылықтың орнын толтырып отыр. Алматинская область это Маңғыстауға тауық етін негізінен Алматы облысынан келеді. Әр келісіне 20-30 теңгеден айналады. Жеткізудің біраз қиындығы да бар. Бізге сырттан келетін ет көп. 2-3 ай бұрын дайындалған көруге болады. Біз салқындатылған тауық етін өндіреміз. Таңертеңге дайындалған тауар түстен кейін дүкен сөрелеріне түседі. Утром забили, после обеда это мясо уже на прилавке. Бүгінде Қазақстан халқының 40%-ы ауылдық жерде тұрады. Алайда агробизнеспен айналысуға қаржының тапшылығы мен несиенің қолжетімсіздігі қолбайлау екені жасырын емес. Сол себепті ауылдағы үй-жай қойманы өндірістік бірлік есебінде бағалайтын батыс елдерінің тәжірибесін басшылыққа алу керек деп санайды мамандар. Шаруаның тірлігі жемісті болса, тұтынушыңда өмірі келісті болады. Дәл осы мәселе қашанда біздің хабардың өзегі. Бүгінгі бағдарламасымен тәмам. Аграрлық саланың адымын ашар, аршын істер көбейе берсін. Аман болайық.